өз қарғасың өзіңе бірінші келеді. Енеңдікі келмеуі мүмкін, бірақ сеніңкі өзіңдікі өзіңе келеді. Сондықтан қарғама. Белім қатты ауырып жүр, намаздың парыздарын ғана оқып жүргенім қате ма дейді. Жоқ, отырып оқи бермейсің ба? Белің ауыра ма, отырып оқи бер. Еңкейе алмайсыз, мысалы, или тұрып тұра алмайсыз. Мен жақсылап түсіндіріп берейін, өшен түсініп алыңыздар. Намаз оқитын адам тұра алмайды, аяқтары ауырады, ұзақ, онда столға отырып алады, столмен оқиды. Егер сәжде ете алатын мүмкіншілігі болса, белі ауырады, бірақ сәжде ете алады. Онда жерге ыңғайланып отырады да, жерден сәжде жасай береді. Тұра алмаса болды. Енді вообще еңкейе алмайды, белі қатты кетсе, онда басымен оқиды. Мысалы, самолетте тұрып оқуға мүмкіншілік жоқ. Біздің әсіресе Қазақстандық әуе тасымалдаушылардың ішінде намаз оқитын орын жоқ, және ол қарастырылмаған. Борт серіктерінің қызметтегілерге сіз сәл кедергі келтіресіз. Аварийный проходқа тұрып алып оқу деген сияқтылар. Сондықтан бұл мезгілде рұқсат сұрап көресіз, бола ма деп. Жоқ десе, онда сол отырған креслаңда отырған күйде оқисың. Енді қалай оқисыз? Алдындағы креслаға, немесе алдындағы столға не жасамайсың? Сәжде тигізбейсіз басыңызда. Мына басыңды тік ұстағаның, тік тұрғаныңыз болады. Сәл еңкейткеніңіз, руку болады, еңкейгеніңіз, мына иегіңіз денеңізге жақын қатқаныңыз бүйтіп, осы сәжде болады, басыңызбен оқисыз. Ауырған адам, түзе алмай жатқан адам, больницада жатқан адам, белі ауырған адам, намазға тұра алмайтын адам, дәретке бара алмайтын адамдардың барлығының намазы баспен оқылады. Баспен оқисыздар. Тізем ауырып жүр, артрит, атроз дейді. Намазды отырып оқысам бола ма? Я. Отырып оқисыз. Енем қайтыс болған, атам түсіме күнде кіреді дейді. Қап қара киініп алып, бірге алып кеткісі келеді дейді. Енең айта ма? Ішіңнен жолың болсын деп атқан шығарсың. Жолың болсын, бізді жоқ деп айттың ба? Бізді көрген жоқпын деп айтсын. Енді қызым 12-де шахмат үйренем деп жатыр. Бола ма? Күшті. Айзере, шахмат үйрет. Математиканың анасы шахмат болады. Ой өрісті дамытудың өресі шахмат болады. Шахмат ойнауға болмайды, арам деп жүргендерді кішкене докторға көрсету керек. Молдаға апарып дем салдыру керек. Балаларыңыз шахмат. Одан кейін әртүрлі курстар, жаңағы мысалы күрес, спорт, пианино, мәдени курстар. Соның ішінде спорт, соның ішінде домбыра, пианино, қандай бағыттағы өнер дамытатын, логика дамытатын, развивайка деп қоямыз ғой, сондайдың барлығына балаңды, қызыңды бер, оқысын. Қазақтың қызы оқыса, халық оқиды, ұлт оқиды, ел оқиды. Біздің қыздарымыз оқу керек. Ертең ұрпақ тәрбиелейді сенің қызың, Құдай қаласа. Әкесі жұмыс дүние табам деп жүрген кезде. Сондықтан міндетті түрде қызыңызды оқытыңыз. Шахмат оқыған қыз өте жақсы болады. Өлген әпкем мені құшақтап алды сөйлемейді. Өлген аруақтар көбінесе сөйлемейді. Сондықтан құшақтағаны жақсы, батасын бергені. Сулейман Ашкар деген автордың кітаптарын оқыса бола ма? Судный день деген кітабы бар. Гуглдан қарасам, ол автор известный салафистский ученый деп тұр. Енді бұлай мәселе. Егер сіз діннің белгілі бір дәрежесіне жетіп, ақида мәселесін, немесе діндегі бір кейбір таласты мәселелерден хабарыңыз болғатын болса, онда қай салафистский ученый болса да оқи берсең, тыңдай берсең болады. Мысалы, Закир Наик деген кісі бар. Закир Наиктың мысалы көзқарасы менен біздің көзқарасымыз Ханафи мазхабы сәйкес келмейді. Бірақ кейбір балаларымыз тыңдап жатыр, біз енді қарсы болып жатқан жоқпыз. Неге? Өйткені оның қолынан көп адам исламға кіріп жатыр. Бірақ ақида мәселесіне, салт дәстүрлік, біздің өзіміз ұлтымызға тән дүниелерде ол кісімен біз келіспейтін жерлеріміз өте көп. Бірақ жалпы ғалым ретінде ол мойындалған үлкен ғалым. Сол сияқты сіздің ұстаздарыңыз, жаңа айтқан авторлар. Егер сіз жалпы ол кісілердің еңбегі бар, мысалы судный день туралы, қиямет туралы, проблема жоқ. Жәннат жаһаннам туралы жазған кітаптар, проблема жоқ. Ақида мәселесінде, сенім мәселесінде,
намаздың мәселесінде, таласты аяттардың мәселесінде, муташабих аяттар төңірегінде тәпсірлеген кітаптары бар оқысының. Соны оқысаңыз болмайды. Можно ли ночью выносить мусор? Если с женой поругался, то можно. Наоборот, успокоишься. И ей тоже дашь отдохнуть. А потом аккуратно зайди и спи. Жаман ойлардан арылу үшін қандай дұға оқуға болады? Жаман дұғалардан арылу үшін Субханаллахи ва бихамдихи Субханаллахил азим. Осы дұғаны періштелер айтқан кезде Алла тағаланың елшісі сахабаларға сүйіншілеген. Таразда ең ауыр болады. Алла қуанады, бұл сөз әлемді толтырады. Субханаллахи ва бихамдихи Субханаллахил азим. Сәлеметсіз бе, мен өмір бойы біреудің жасаған қаншама жаман қылықтарын көріп жүрмін дейді. Алайда ешкім көрмейді. Үнемі тек маған ғана көріп қаламын, туыстар немесе достарым болса дейді. Сен ара сияқты бол. Сен қазір шыбын сияқты болып жатсың. Шыбын сияқты болма. Сен ара сияқты өзіңе ниет қыл. Мен ара болам де. Ара ұшып шыққанда гүл іздейді. Гүл іздейді, гүлге қонады. Сен шыбын ұшып шығатта не іздейді? Сондай болады. Көзіңді көріп қалмашы жұмып жүрмейді. Жерге қарап жүрсең, жақсы болады. Или совсем аспанға қара. Құлайын деп жатқан бала көрсең, көтеріп аласың, ақша тауып квартира аласың. Сөйт. Бұлай елдерді қарама, бүйтіп қарама. Сонда жақсы болады, оңай болады. Сонда дұға оқып жүрсең, жақсы нәрсе көп көретін боласың. Ата енемді ұнатпаймын, ғайбаттауға күнде ниеттенемін, бірақ мимикамен болсын жақтырмай қоямын. Үнемі абысындармен салыстырып сөгіп отырады. Қалай өзімді тәрбиелеймін дейді. Ой жаным, қараш қандай бүкіл осы айтқан сөзіңнің бәрін жинап, ең соңында сөз айтқасың. Күшті. Бірақ алдындағы ашуың бәрімен айтыпсың, енемді бүйтіп кепсін да, ең жақсы сөз соңында айтыпсың. Қандай сөз? Өзімді қалай тәрбиелеймін деп. Тамаша. Яғни, енемді қалай тәрбиелеймін, аналарды қалай тәрбиелеймін, оларды қалай түзетем емес, өзімді қалай түзетем дегенің өте жақсы. Сен Құдай қаласа түзелесің, Айша. Сенің атыңның өзі пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның жұбайының аты екен, айналайын. Одан кейінгі өз-өзіңді тәрбиелейсің, яғни ата-енеңнің баласын жақсы деп түсін. Саған сол жаман сөз айтатын, мүмкін бір жақтырмайтын, сөгіп отыратын енең саған қойныңа ең жер бетіндегі жақсы еркекті саған сыйлады. Саған туып берді. Саған туып берді именно. Сені таңдады. Алланың таңдауы саған түсті. Ата-анасының дұға қылды, ол балама жақсы қатын бер деп сұраған. Жақсы әйел бер маған, жақсы келін беріп, сол дұға саған түсті. Сенің демек бір жақсылығың бар Құдайдың алдында. Соған саған кездестірді. Енді оны енені жек көрмей қой, жақсы көре берсең, Алла өзі жүрегін оның босатады. Адамдардың жүрегі Құдайдың қолында. Кейбіреулер бүйтіп жағынып жұмыс істеп, мына көп енелермен ұрсып, енелермен келіспей қалатын келіндердің бірінші проблемасы жағыну ниетімен істейді. Адам адамға жақпайды. Бүйтіп өліп қалып, полын жуып, отынан кіріп, күлінен шықсаң да, кетші яр дейді саған. Бүйтіп қояды, мұрның бүйтіп қойса болды, өлдің сен. Содан кейін мен пол жуа берем, мен осы үйде мен қызметшімін, мен өліп кетейін ба деп шыңғыра бересің, байың айғайлай бересің, Инстаграм бәріне жаза бересің. Неге? Өйткені сен жағыну үшін істегенсің. Жағыну үшін істеген адамдардың түбі өкініш болады. Адам не үшін істеу керек? Алла үшін істеу керек. Алла, менің жарымның анасына құрмет қылам деген жақсы ниетпен істесең, ол саған жамандық істесе де, саған ол білінбейтін болады. Сондықтан Алла үшін істегенде жақсы. Мысалы, бір адам орамал тағады. Қыздар мысалы орамал тағады, хиджаб тағады. Хиджаб киген қыздарға неше түрлі сөз айтады? Бахабис, араб құл, тағы не деп айтады? Секта, дінін сатқан, ұлтын сатқан, ата-бабам, сол айтқандардың өзі ата-бабада шаруасы жоқ. Бірақ сөйтіп айтады. Сонда олар қап деп шешіп салмайды ғой. Ол дайын соған. Өйткені Құранда солай айтыр. Уатавасау бил хақ. Сен шындыққа тұрсаң, шындық айтсаң, уатавасау бис сабр, онда саған сабырлық керек болады. Неге? Өйткені саған удар пайда болады. Қашаннан бері адам оқыпты?
Білеміз ғой бұл. Жейтін жеп, іштен ішіп, бәрі осы оңбаған. Ана жаңада біреу жазып отыр, ой тоба, имамдар да Инстаграмда отыра ма деп жаңа біреу жазып жатыр ғой. Сол сияқты ғой. Соған мен ерегісіп, кеттім ал мен, айтпаймын мен саған деп, секіп қалсам не болады? Сол сияқты, сен де соған сабыр етсең, сенің жеңіс сенде болады, алтыным. Оның жақсылығын көр, жаманшылығын көрмеуге тырыс, Алладан жәрдем сұрап көп дұға қыл. Намазға қалай келеміз, қиын сияқты дейді. Шайтан сөйтіп сондай салады, қиын сияқты деп. Сол қиын болады. Тұрып бастап кете бересің, Ақмарал. Тұр да бастап кете бер. Оған дайындалып, на старт, внимание, марш деген болмайды. Тұрасында кете бересің. Қате-пате оқып кете бер. Әйтеуір кейін түзелесің. Бастап кете бер. 4 баламен ажырастым дейді. Құдай сыйлады. Күйеуім басқа 3 баласы бар әйелді алды дейді. Ойбай, жетеу болыпты, молодец. Так, енді қайтып келгісі бар дейді. Бірақ мен кіргізбедім, бұл дұрыс па дейді. Неге? Қайтқан малда береке бар ғой. Қап, кіргізуің керек еді. 4-еу, 7-еу отецкий рой бопты ғой. 7 баланың әкесі болған. Ұстаз, әкем өмірде кіргіз оны. Мен тыңда жаным, кіргіз. Ертең балалар ренжитсе, ашуға булықпа. Я, оның істеген ақмақтық, ол қателік, ол екінші вопрос. Бірақ сен кіргіз. Балалардың әке болады. Ол жер бетінде, мысалы айтайық, 3 миллиард еркектің ешқайсысы сенің балаңа әке болып бере алмайды. 4 балаға. 4 баладан кейін өзі сезімде керек жоқ, өзі болды жүр. Махаббат, сүю деген болмай қалады өзі. 4 баладан кейін өзі балаларды өсіріңдер болды. Сүюдің вообще керек жоқ жүр. Сүйіп болды, 4 баладан кейін өзі сүймеген жер қалмайды. Сондықтан жаным болды. Ал балаларды өсіріңдер, шайналайын. О, таласып отыра бермеңдерші. Детройт, Мичиган. Уалейкум салам, құда қаласа барамыз. Тек таң намазын оқып жүрмін дейді. Дұрыс па? Дұрыс емес пе білмедім. Қалған намаздар әлі оқып алмай жүрмін. Бастай бер. Осы таң намазды қалдырмай келсең, құда қаласа жақсы болады. Маникюр жасаған ұнайды. Мастер маникюр болып жұмыс істесем болады ма дейді. Маникюр жақсы ғой, еш жаман. Қолыңды тазаласаң, тырнағыңды алып жүрсең, қыздардың өз тырнағы, бүкіл дене құласы таза жүру керек. Жақсы нәрсе. Енді біреулерге жасап берсең болады. Қыздарға ода тұрған ештеңке жоқ. Сен енді андай не дінімізде тыйым салынған, енді басқа жыныс мүшелерін тазалайтын шугаринг. Бірақ қалған нәрсені өзің болады тырнақ тазалағанға. Енді ана краска бетіне не болатын болса, жаңағы лак, гель жағу. Онда таза емес уақыттарында, хайыз уақыттарында жақсы болады. Читала намаз 1 год. Ходила на лекции по исламу в джамагате, а сейчас фарды пропускаю. Не хочется читать. Депрессия еще. Почему так? Значит, что-то в тебе до сих пор шайтан не может от тебя отвязаться. Шайтану абсолютно не нравится то, что ты ходишь в мечеть, слушаешь лекции, поэтому шайтан готов побороться с тобой, чтобы тебя оттуда обратно забрать. И вот эта борьба 2 волков, навсов, которых призывает тебя к греховному, она всегда провоцируется шайтаном, дьяволом. Теперь, почему ты пропускаешь? Почему к этому пришла? Вроде начинали хорошо. Значит, чтобы выстоять в намазе, чтобы удержать намаз, нужен что? Среда. Общество, с кем ты общаешься, кто может на тебя повлиять, от кого ты стыдишься, кто может, ты можешь стесняться от кого. Вот этот момент мы должны удержать. Почему? Когда люди рядом есть, даже некоторые, не только боясь Аллаха, некоторые даже бывают от стыда читают. И это тоже в конце концов приведет тебя к выстоянию намаза, то есть сдержанию всего. Поэтому вот этот джамаат, который ты ходила, значит, он один и тот же. Тебе надо чуть-чуть круг общения поменять.
30-дан кеткен балам үйленбей жүр, өте тұйық, қандай жолы бар дейді. Өзі үйленеді, қинамаңыз балаңыз. Ал, мен өліп қалсам кім болады, мен өліп қалсам сен не боласың, әй бір қызыңды көрейін, ал деп зорлап, ол баратта біреуді алып келеді, содан кейін оған керек жоқ ол әйелдің, әшейін сіздің аузыңызды жабу үшін алып келеді. Сіздің балаңыз жақсы, қараңызшы, сіз үйленбей тұрған балаңызды, балам жақсы, мінезі жақсы, ойбай деп, бәріміз сөйтеміз ғой, бірақ келген келін кім болады, сразу жаман болады сізге. Сондықтан баланы қинамаңыз. Бала өзі үйленеді, өзі санасы жетеді. Айттыңыз бір рет болды. Жәнін жеме керек. Үйлен бала 40-қа келсе де біреудің жары болады. Қыз балаға қиындау. Сондықтан бір нәсібі балар, қазақ айтпақшы, бір бүйір басы дайын шығар, бұйырса үйленер. Сіз өзіңіздің халіңізді ойлап, дұға қылып, балаңызға дұға қылыңыздан. Ең жақсы сол. Анам өмірден өткеніне 28 жыл болды. Сүйегін жуғандағы қолғабы сақталып тұрған. Не істеуге болады? Тастау керек. Бір ырым болған. Бұрын апаларымыздан естіп бәрімізден өскенбіз. Қазір соны қайта көтеріп жүр. Ана мастит болған кезде емдейді. Енді айналайын, өзің ойлаш. Маститті, немесе циститті қолғаппен емдесек, трәпкімен емдесек, біз қай заманға кетеміз? Мына қоғам, ұлтты, елді біз кішкене алға жетектеуіміз керек шығар, Ана красканы езіп, краска шетіндердің заманы өтті ғой енді. Енді кішкене өсетін заманға, өркениетке, медицинаны дамып жатыр. Медицина алға дамытамыз деп, медицинамызда сондай жақсы біздің шетелге, біздің Қазақстанда келіп, операция істеп жатқандар бар. Енді біреулер бар, шетелге қашып жүргендер бопты енді. Бірақ біз өз елімізді, өз медицинамызды, өз дәрігерлерімізді, өз дүниемізді көтеруіміз керек қой. Сол үшін анау көзіңе теріскен шықса жіп байламайтын шығарсыздар әлі, жіп байлап жүргенде бар ма әлі? Сол сияқты ол заман қалды енді. Ана баланың сідігін горшокқа тосып, сол горшокқа сідікпенен көз жуған естеріңіз болды енді, айналайын. Сідікпенен ішіп, енді ана өлді біразы. Сондықтан қойыңыздар. Түйенің зәрін ішті, енді не істемедік енді. Бұл қазақ тарихында бұрынғыда қалсын енді, болды, шықымаған. Ол заманды бері алып келмеңіздер енді. Ол бір тарихи кітап болып жақсы, сол заманның бір ерекшелі күйдіріп киіз басқан, содан кейін барып қорғасын құйған, шыңғыртқан, қалсын енді сол жақта, болды енді. Қойыңыздар енді. Енді кішкене дәрігер, медицина, аптека тола дәрігерлермен кеңессеңіздер жақсы нәрсе бар ғой. Қайтқан адамға шектікті құрбан айт күні беруге бола ма? Жоқ, құрбан айт күні құрбан шаласың, ал енді шектікті алдында бір апта бұрын бересің. Намазға дәрет бар, медсестралар укол салып кетсе, дәрет бұзыла ма дейді. Қан шықса бұзылады. Қан шықпайтын инеменен тығып алып суырып алса, енді кейбіреу май қалың. Май жерге түсіп қалып, ана капиллярыңа түспесе, ана бит уқалайтын жеріне ана не береді саған, кішкентай мақта, тампон. Сол тампонды уқалап бит көресің. Қан бар ма, қан жоқ па? Қан болса, оны дәрет аласың. Қан шықпаған болса, ничего болса барасың жоғасың. Спирттің зияны жоқ. Спиртті денеңе салама, мысалы, система аласың, системадан кейде қан шықпайды. Қазіргі инелердің өзі, құдайға шүкір, медицина дамыды ғой, баяғыдай бүйтіп жуалдыз сияқты тығып алатын ине емес, қазір көрінбейді. Сондықтан жарай береді, ол дәрет бұзылмайды. Абысыным 7 жасқа кіші. Жолы үлкен. Сөзге келіп қалған едім. Қайнағам шешемнен боқтап араға түсіп, орныңды біл деп боқтады. Кешіре алмай жүрмін. Бірақ кіші болса да сыйлап жүрмін. Сонда да мен жаманмын. Енді ол ақымақ енді. Сен шешеңнен боқтаған, әкеңнен боқтаған ақымақ енді ол. Сен де онымен саулассаң, бір үйде 2 ақымақ боласыңдар. Так бір үйде бір ақымақ бола берсең, сен ақылды бол. Ақылды келін бол. Алла ол жерде жаңағы сенікі де кінәлі. Өзінен кішкентайменен салғыласын, не қыласың. Жол үлкен бола ма? Түсінбеген адамға салғыласу уже 2 ақымақ болады. Бір рет айтасың, көнеме, көнет, көнбейме қоясың. Қалайсың дейді. Жақсы, шүкір, рахмет. Мүше жас 36-37 дұрыс па? Осыны бәрі дұрыс емес деп таласады дейді. Бала ауырды, керемет деген дәрігерде біреуі әртүрлі назарче жасады, сонда қалай? Сонда әрқайсына барыңыз. Әрқайсына барыңыз. Біреуіне тоқтама. 2-3 вариант көп қой, барыңыз. Бірақ бәрібір жаның қиналса, вулканизацияға бармайсың.
қатты ауырып тұрсаң кім шақырасың? Сол дәрігер шақырасың бәрібір. Сондықтан иә болады ішінде. Келмей қалуы мүмкін. Енді ол Құдай емес қой. Дәрігер Құдай емес. Құдай болса ол сені қабылдамайтын еді. Сондықтан ол адам сөйтіп ана онысында әр адамның организмі де әртүрлі. Біреу бір дәріні қабылдайды, біреу бір дәріні қабылдамайды. Біреуге реакция береді, біреуге реакция бермейді. Тісін жұлдырып атқанда өліп қалатқандар бар. Жақында стоматологияда өліп қалды. Тісін жұлдырамын деп өліп қалды біреу. Тісіне әшейін укол, анафилактический шок болып өліп қалды. Не істейсің енді? Сонда неге сақтай қалмады? Енді болмады, нәсіп, ажал бітті енді. Сол сияқты ғой жаным. Бірақ бәрібір бізде дәрігерлерге барымыз керек. Үстіме псориаз қаптап кетеді. Намазға дәрет алумен ұшын азап тастап қоя алмаймын. Намазда қалай істеймін? Дәрет алу қиын болса, онда дәрет алмайсың, таяммум соғасың. Егер қолыңа ғана шыққан болса, қолыңа жабере жасайсың да басқа органды жуасың. Егер басқа органға да су тигізу болмаса, онда құрғақ дәрет аласың. Құрғақ дәрет деген таяммум дейді, қазақша дембі дейді. Сол дембіні құрғақ жерге, таза жынысы бар, топырағы топырақтан шыққан емес, тас. Кәдімгі тас бар ғой далада. Сол тастың бір өңі кішкентай, мынандай үлкен объемный тас емес, кішкентай таста әкеп қой үйге. Мынандай бір тас алып келіп қой үйге. Сол тасқа қолыңды бүйтесің, таза тас, жуып тазалап қоясың. Жуып тазалап үйге қойып қой. Жастығың басына ауырып жатсаң. Сол тасқа бүйтіп қолыңды бүйтесің, үйкелейсің. Бірінші ниет қыласың, ниет еттім, таяммум алуға деп оймен ниет қыласың. Өйткені дәрет аламайсың ғой. Осыны бүйтіп қолын сүртесің да бүйтіп қолын сүртесің. Мынаны сүртіп алсаң, мынаны сүртесің. Содан кейін тағы сүртесің да бет сүртесің, сонымен бітеді. Түсінікті? Егер топыраққа істесең, жерге қолыңды торасың да, бүйтіп ышқылайсың да, соң қолыңды бүйтіп ұрасың. Мына шаң топырақпен бетіңе сүртсең, обезьян боласың. Сондықтан ондай болмашы маймылдыққа түспейміз ғой. Біз өзі дін адамды жаманшылыққа итермейді, адам тәрбиелейді. Соны бүйтіп қағып сілкіп, қолың таза болған кезде бетіңді сүртіп, қолыңды сүртесің. Сонымен бұның аты таяммум деп айтылады. Сонымен осы күйде намаз оқи бересіз. Бұл барлық ауруларға қатысты. Мысалы, тұра алмай жатсың, операциядан кейін белің ауырып жатыр, жағдайы жоқ, су жоқ, қатты ауырып тұрсың. Осындай ахуалдарда таяммум соғып оқи бересің. Ұстаз, ғұсыл дәрет басты түнде жуып, азанда шомылуға болады ма? Басты жумай болады. Болады. Өте жақсы. Бола береді. Сөйтсе болады. Мысалы, ертеңгіде жұмысқа кету керек, ғұсыл алу керексің, иә? Бас жұмысқа су болып барамайсың, шашың су болып. Фен жоқ, Дайсон жоқ, байың әпермейді. Дайсон қымбат. Қытайский алып қала берсең, феннің бәрі күйіп кетіп жатыр. Сонысынан шашың выгорать етіп кетеді феннен. Тобесекучий кончик болып кетеді. Сондай болмас үшін түнде жуып жатып, ертеңгіде қалған денең жуып алсаң бола береді. Намазды пенсияға шыққанда оқимын деген ниет дұрыс па? Жақсы ниет. Әйтеуір оқимын деп тұрған ба? Оқымаймын. Не болыпты? О негігін барып кепті соншама деген емес. Одан жақсы. Одан чуть-чуть жақсы. Ана неміс жақсы ма, фашист жақсы ма дегенде ғой. Неміс жақсы, но фашист болған одан жаман. Сол сияқты примерно түсіндіріп айтатын. Енді жаманның ішіндегі жақсысы деп айтайыншы. Бәрібір жақсы. Әйтеуір бір жақсысы бар, жақсы ниет бар. Енді баяғыда біреу айтты ғой, арақ ішкенде мас болмайды деп. Байқұс құспайды көрінген жерге деп. Сол сияқты ішеді, бірақ құспайды да, сол сияқты нормальный енді пайдат. Бірақ ниеті бар, жақсы. Құдай берсін деп қоямыз. Ана дүниеге кім барып кепті деп сөйлемейді да, әйтеуір. Қарсымайды, Құдай қаласа оқимын, ол деке сіздікі дұрыс айтасыз, негізі оқимын, Құдай қаласа оқимын деген, бұл жақсы адам бәрібір. Бұл жақсы адам бәрібір. Оған тиіспеңіздер. Оған наоборот дем беріңіздер, Құдай қаласа деп. Шашымды алдырып едім, онкология болып, сол шашты не істесем болады, үйде тұр, көміп тастаңыз. Мен көметін қалалы жер болса, мусорға тастайсаңыз болды. Әйел адам түсімде айттым ғой, жақсы емес, сөзге сөз, көп зікірлерге өтіңіз, астағфирулла деген сөздерді, өтірік сөз, үш жаман сөз бар. Боғауыз сөз, қарғыс сөз, содан кейін өтірік сөз. Осы үш сөзден аузыңды тазаласаң, түсің орнына келеді. Жақсы болады.
Сіздің ақылыңызбен өзімді біраз тәрбиелеп алған дейді. Супер. Альхамдулилля. Алла жақсы көреді сізді. Қатты ауырып жөтелгеннен дәрет бұзыла берегесін дейді. Бесін намазы тоқтап қалды. Жоқ. Жөтелгенде несі бұзылады? Бұзылмайды. Жөтелгенде дәрет бұзылмайды. Жөтелгенде қан шықса да бұзылмайды. Жөтелгенде қат жөтеліп жел шығарып жіберсеңіз, тоқтамай солай қат жөтелген сайын ұстай алмайсыз. Мына жақтан жөтелесіз, мына жақтан жел шығады, ештеңе етпейді. Дәрет аласыз да 5 уақыт намазға, бұны үзір деп айтады, 5 уақыт намазға 5 рет айтады. Мысалы, цистит болып қалады. Көбінесе әйелдерде болады. Денсаулығын күтпегеннен, инфекциядан, сол дәрет ұстамайды. Тамшылап тұрады. Ұстай алмайды дәретін. Қатты түшкірсе, қатты қимылдаса, ауыр нәрсе көтерсе, зәр шығып кете береді. Бұндай ахуалда адам дәрет алады, бір намазға, әр намазға 5 рет дәрет аласыз да оқи бересіз. Тамшылаған күйінде оқи бересің, намаз қалмайды. Тоқтамай жел шығара берсеш, сондай болады, веселый адам шығарып жүреді, сондай ақ көңіл, тарс, пулемет алып атып жүретіндер бар. Пробка ұстамайды. Ештеңе етпейді. Сол кезде дәрет алады да, жаңа желін шығарып ала береді, тартылдатып. Соны алып болады да, Алла әйел адам болса Аллаху акбар, еркек болса Аллаху акбар деп тұр, Аллаху акбар құлақ тигізеді да, намазын оқи береді. Болды, тарсылдатып оқи бересің. Бірақ мешітке барамайсың, жаңа елдің бәрі күлдіріп өліп қалады күлкіден. Сондықтан сондай оқи бересіз. Бір намазға жарайды. Тоқтамай қан ағып жатыр. Оқи бересіз намазды. Қан күйінде оқи бересіз. Бұны үзір дейді. Себеп намаз қалмайды. Намазға бит жол іздеңіз, таппайсыз. Намаз оқымау үшін әйелде етеккір болу керек. Бала босану керек. Жынды болу керек. Не нормальный қояйыншық. Совсем есі білмейтін жынды болу керек. Қып-қызыл жынды. Жай жынды емес, умный жынды емес. Қып-қызыл жынды болу керексің. Одан кейін өлу керексің. Бол, осы вариант. Басқа вариант жоқ. Сол жаңағы жел шыққан кезде де оқи бересіз. Просто ана сквозняк жерге тұрмаңыз. Ең жақсы сол. Бүйтіп тазалап тұрады, болды. Соны тұрасыз, арт жағыңыз қағып қойса кете бересіз. Таң намазда тұра алмай жүрмін, не істеу керек? Будильник қоясыз, ең бірінші будильник қоясың. Будильник қойғанда ниет қыласың. Құдайым, мен таң намазда тұрғыз дейсің. Бұл бірінші шақ болады. Екінші шақ, ерте жатасың. Ерте жатардың алдында далада спортпен шұғылданасың, не жүресің таза ауада. Таза ауада жүріп, әбден шаршап, бүйтіп, қиналып келіп, тамақ ішпейсің кейін. Біз тойып тұрып, ыңырсып ішіп аласың, ұйықтай алмай, тикток көріп, инстаграм көріп, ананы көріп, телефон қылып, ұйықтайсың, ертеңінде тұра алмайсың. Телефон шыққымайсың, телефон ана жаққа апарып қойсын, алыс жаққа, будильник қойып қоясың тағы да, будильникті 7-8 рет повтор, мысалы айтайық 5.01, 5.02, 5.03 деп 4-5 будильник қоясың, соны ана комнатаға апарып қоясың тағы да, жастығының астына тығып қойма, естілмейді ол бәрі. Содан кейін ерте жатасың, қарның аш жатасың, қарны аш жату керек міндетті түрде, тойып алып жатсаң болмай қалады. Көп ауырғанымда намазды таста дейді. Ой, сауатсыз адам айтқан. Намаз қалмайды. Сол аурудан намаз алып шығады сені. Үміт алып шығады. Саған серпін береді. Құдайдан ниет береді. Сондықтан намаз тастамаңыз. Намаз өлген адам тастайды. Болды, жоқмайды. Потому что он намаз оқылады қазір жаназада. Қалғандарыңыз намаз тастамаңыздар. Намаздан тастады деген сөз Құдайды тастады деген сөз. Тастама намазды. Жатып алып оқи бер. Мен өткенде бір апаға барсам, ауырып жатыр екен, деміз алып, жаңағы иман үйрем. Сөйтсем, менен намаз уақыт кірді ма дейді, кірді десем, мен дем салып жатырмын, ол намаз оқып жатыр басымен. Қазақтың қандай әулие аналары бар. Бүйтіп, намаз оқып жатыр басымен. Сол жатқан күйде, мына жерінің мойныңа жастық қоясың да, жатқан күйде оқи бересің болды. Дәретті таянмен бүйтіп үстіне сүртіп оқи береді. Оқитын адам амалын табады. Сізді тыңдай беріп, ораза айынан бастап 5 уақыт намаз оқып кеттім. Рахмет сізге. Аллаху акбар. Машалла. Алла қандай жақсы көреді сізді. Алла сізді қандай жақсы көреді сізді. Алла сізді қандай жақсы көреді. Машалла. Екінің біріне нәсіп болмайды. Бастап кеткеніңде ештеңе емес. Енді сода тұрақтап қал жаным. Соны ұстап қал. Өлерген содан ажыратпа. Құдайдан сұра, тек қана осы немді алсаң да намазымды алма де. Болды. Алла тағаланың алдында үлкен сүйінші болсын. Өзі дұға тілейміз ғой. Өзі дұға тілеудің ережесін Алла өзі үйреткен. Намазбен сұра менен дейді.
намазбен сұра дейді. Біз әшейін сұраймыз, как попало дейді да, бере ма, бермей ма, бере ма, ну ладно деп сұрайсың. Енді как попало сұраған дұғаға как попало жауап болады. Фәзкуруни әзкуркум. Мені қалай есің алсаң, мен сені сондай есің алам дейді. Намазымен. Қазақ айтпай ма, Құдайға бер де жалын дейді. А бер дегенде садақа бер деген жоқ. Біздікілер ақшамен шешкісі келеді. Қазақ өзі ақшамен шешкісі келеді. Жоқ, біздікілер намазбен шешіңіздер. Намазбен. Мен торт алып келсем дейді. Так, екеуміз шай ішіп, әңгімелесіп отырсақ бола ма дейді. Мен торт көп жемеймін ғой. Осы тамақты аз жеймін. Пептид алу керек. Сонда торт жемейтін боласың. Салмақ қосамыз екеуміз. Осы жерде тыңдай берсеш, сен тортты алдыңа қойып ал да ұра бер. Осы жерден ақ. Мен тыңдап ота бер, шай ішіп, шайды қойып ал алдыңа. Түсінде сізді көрдім дейді. Маған әйел жамағатына Фатиха сүре үйретіп отырған екенсіз. Ол нені білдіреді дейді. Фатиханы үйреткенім, осыны үйреткенім ғой. Мен тыңдай берсем түсіңе де кірем. Он 15 күн болды. Жолдасым ауылға кеткен. Құрсағымда бөпем бар. Әлі хабарласпай жүр. Жас болса 40 тамыз қалай қаралсам дейді. Қарсалам дейді. Хабарласпай жүр. Жас болса 40 тамыз қалай қарсалам дейді. Түсінбедім. Бұйырса, болашақ құдам сіздей болғай. Әумин, менің құдағиым сіздей болсын. Соны отырайық екеуміз, құдағи бір партия деп, билеп. Мен намазды аздап, дауыстап оқысақ бола ма дейді әйел адам. Жоқ, сыбырлап оқисың. Бүйтіп, дауысын шығарсаң, сен соңын күшті оқығың келеді. Үйде ешкім жоқ кезде өзің волнаға түсіп алып, 101.4 FM-ге түсіп алып, Жібек жолы радиосының содан кейін тұрып алып, Алхамдулиллахи Раббил Аламин деп оқып кетесің. Сон ойбой, молда болып, конкурент болып, сұмдық боласың. Қой, успокойся. Осы жерден қайт. Сыбырмен оқы, болды, успокойся. Қой. Сенсіз де толып атыр конкуренттер. Қой айналайын. Тыныш отыр. Сол күйде сыбырлап оқи бер. Дауысын шығарма. Асадағы үйіңізді көрген сайын Нұрлан ұстаздың үйі ғой деп өтетінмін дейді. Ей жаным, біраз бұрын бизнес орнына жасап жатыр екен, берекелі болсын дейді. Азаматтар алған. Мен білесіздер, 14-15 жасында имам болғам. Сол кезде маған әкім, ол кездегі орыс әкім, аудан әкімі ақша берді. Мен айттым, үй алам дедім. Сонымен маған үй алу үшін не істейін деді, орыс әкім, Синельников. Соны айтты, ауданның әкімі, онда ақша берейін саған деді. Өзін сатып ал деді. Жарайды деп, 15 000 рубль ғой деймін, 15 000 теңге ғой деймін ол кезде. Сондай енді. Құны жақсы еді ғой теңгенің о заманда. Соны ақша берейін деп ақша алсам, мен не дейді, удостоверение бер дейді да, бухгалтер. Мен айттым, енді удостоверение жоқ дедім. Сен қалай удостоверение жоқ сен дейді. Мен удостоверение жоқ, мен метрка свидетельство о рождениемен жүрмін дедім. Ойбай дейді, сіз қаншадасыз дейді маған бухгалтер. 14-тен 15-ке шықтым дедім. Сөйтсем, қан дейді, метркамды бер. Сөйт алды да әкімге беріп кетсін, жүріңіз маған деді. Әкімге бердім. Мына кісі де біз имамдық әкімге айтады, у него паспорта нет, удостоверения нет, у него дейді, свидетельство о рождении дейді. Содан әкім менен сұрамапты, а сколько тебе лет деді ғой. Мен 15 исполнится дедім. Сөйтсем, мы не можем тебе дать деньги дейді, потому что ты несовершеннолетний дейді. Қол қоя алмайсың дейді да маған іс жерге. Сөйтіп сол үйді алып берген. Басқа бір кісіге жазып, әпкем апамызға соған беріп, содан үй алғам. Сол үйде тұрғам. 5 жыл, 6 жыл. Қырғызстаннан салам дейді. Алейкум ассалам, рахматулла баракату. Тойға, қонаққа келген әйел кісі таңмен Құран оқып отырды, қатты айғайлап, сол дұрыс па дейді. Арақша оқыған ғой, мас болып, перегар не шығар кішкене, белая горечка ұсақ болған ғой. Түні бойы ішіп, тойда.
Қой деп айту керек оған, успокойся деп, қой деп. Әулкөлде тұрдыңыз ба дейді, тұрдым. Турецкий киноларда әйел адамдар Құранды неге дауыстап оқиды дейді. Ол Құран оқығанда болады. Құран оқу әйелдердің конкурсы да бар. Бола береді. Намазда болмайды ғой, намазда. Қырғызстан сізді жақсы көреді, ұстаз дейді. Мен де қырғыздарды жақсы көремін, Алла разы болсын. Қырғызстанның саясаты, қазір Қазақстанмен достығы өте жақсы арнада дамып келе жатыр. Бұйырса, біз қазақ-қырғыз бір туған елміз. Қырғыздардың имам ұстаздарымен көп сөйлесіп тұрамын. Қырғыздар дін істер басқармасымен де, муфтиятымен де, муфтимен кездескенбіз. Көп шақырған, сәл сапардың уақытан ғай келмеді. Бұйырса барып, бір насихат беріп, ағайындармен достасып қайтамыз бұйырса. Бөпеме 12 күн болды, тырнағын ала беруге бола ма? Болады ғой. Болады. 7-ші күні алып тастау керек негізі. 7-ші күні болмаса, жаңағы 21-ші күні, 14-ші күні, 14 болмаса 21-де аласыз, жақсы болады. Тырнағын егер өсе беретін болса, кейбір балалардың табиғи ол жетке қадалып қалған нәрсе жоқ. Кейбір балалардікі тез өседі, қыздардікі әсіресе тез өседі, бетін тырнап алуы мүмкін, бала ғой. Сондықтан алып тастай берсеңіз болады. Любой күні. Жаңа айтып едіңіз ғой, жаман ойлардан арылу үшін жазып алуға үлгермедім дейді. Мен жазып салып қоямын. Субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим. Субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим. Ұстаз, атаның келіннің тірлігіне араласқаны дұрыс па дейді. Не істейін деп, аузын жауып тастайын деп, дұрыс па деп, мен суретімді, мен видеомды қиып алып деп, мәсаған деп, лақтырып жіберейін деп, видеоны общий чатқа атаңа намекпен, деп, тыңдаймын деп. Соны атаң сені, мені қоса боқтайды ғой. Ладно, сені боқтаса, мені де жек көріп кетеді ғой соң. Боқтамайды енді, жек көріп кетеді. Сені жек көрген, мені де жек көріп кетеді. Мына келіннің ішінде талай арам бар екен ғой деп, баласын айдап салады ше. Не қыласың? Енді кейбір еркектер болады, беймаз, әйелдің жұмысына араласа береді, мұрнын таға береді, анда бара береді, мында бара береді. Енді ол еркекке жараспайды. Еркек адам өз кіріспеу керек. Қазан ошаққа, киім-кешекке, әйелдердің тірлігіне еркек адам араласпау керек. Әсіресе балада, мен тыңдаған еркектер, балаға араласып, баланың тәрбиесіне анау кірмейтін жеріне кіріп, еркек қанша жақын болса да шешедей бола алмайды. Ананың кіндігімен жалғанған, ананың құрсағын жарып шыққан, тар құрсағын кең қылған анадан артық жер бетінде қамқор әке бола алмайды ешқашан. Атаң қазақ әкенің жақындығы жездедей-ақ деп қысқа сөзбен қайырған. Өліп бүйтіп әйелім үшін ана әйел кейде ұрсып сөйлеп атса, араша түсіп өзінше, менің қызыма сөйлеме, мен балама сөйлеме, ақымақтың ақымағысың. Мен тыңдай бала, ренжісең де ренжімесең де дейді. Араласпа. Шеше тәрбиелеп атыр ма, аузың жауып далаға қашып кет. Үндемей тұра тұр. Өзі айтып алады шеше. Содан кейін айтатыныңды білмегенсіп қой. Болды, сөйлесем деп қой, болды. Тұрып алып, көзінше оны сабап, аберін түсірме. Өзінше жақсы көрінбе балаларыңа. Ол ақымақты болады. Сол сияқты атаға. Аталар да еркекте еркек сияқты болу керек. Кіріспейтін жерге кірісіп, кейбір кезде немерені қорғайым деп, әке шешеге бүйтіп сөйле, атжа болы, айттап айт, биттеп айт деп, ол ақымақ болады. Ол дұрыс емес, сау баланы ауру қыласыңдар. Мен айтып отқаным денесін емес, ақылын ауру қылып қойсыздар, кем тарғып. Әке сыйламайтын, ана құрметтемейтін қылып. Ата әжелер өзі кіріспейтін жерге кіріспеу керек. Енді қазан ошағына да кіріспеу керек деп айтам. Енді ол солар үйренген. Енді ол солай тағдыланған, әрбір жерге кіре беретін беймаз еркек болып үйреткен, өзінің кемпірінің миын жеп біткен. Енді саған да жүрсе, енді оны бүкірді енді болды, енді шұңқыр түзейді енді болды. Қарғарай келмей-ақ қой енді. Сен кіріспей-ақ қой. Үндемей-ақ қой, үндемеген үйде бәледен құтылады алтыным. Шаш қиюға бола ма? Өлгенде әурет жеріңді жауып тұрады ғой дейді. Сен әурет жеріңді ойламасашы сен. Әуретің ашылып қалатын әуретпен емес, амалмен ашылып қалады. Істеген ісіңмен, сөзіңмен позорың шығып қалмас үшін бұл дүниеде позорсыз істеме.
жаңағы өсіретін шаштарыңды, қиятын шаштарыңды өзің білесің, жағдайыңа қарай. Онда шаш өспеген, ауру болып шаш түсіп қалғандар не, голый болып тұра ма не Алланың алдында? Мен жаңа жазып жатыр, ауырып онкология болып шашым түсіп қалды дейді. Солар не болып тұрады? Голый болып тұра ма бастары Алланың алдында? Қалай болады? Олай емес жаным. Шаштарды алу керек, қажеттік болғанда алданады. Оған ешқандай адамның өмірінен қымбат нәрсе емес ол. Әурет жарың десе ондай нәрсемен есепте жауап тұрмайды. Ол кезде өсіп, күшті болып, жайқалып, шаштарың осылып, барлығы бүйтіп күшті болып, жауатын әуретін жауап тұрмайды ма? Солай деп есептейсің ау деймін, оған бүйтіп күшті болып, майысып, бүйтіп тұрып, бүйтіп шаштарым жайқалып тұрады деп ойлайсың ғой деймін, неде күшті болып тұрам деп. Алла жеңілдік берсін ол күнге. Ондай болмайды. Кино көргенде пайда бар ма дейді. Пайдалы болса, тәрбиелі болса, әрбір киноның түбінде бір түйсік ой болса, не шамамен. Мысалы, балаларды біз бала кезде ертек оқыдық. Бәріміз ертекпен өскен шығарсыздар, үлкен кісілер. Солай жаман болды ма не? Еркек өтірік, астағфирулла, өтірік, ерте заманда ешкі құйрығы бөртеде, сондай болып беді, бөртеге құйрық түсе ме, астағфирулла деп айтып, балалардың бәрін жындығып біттік қой қазір. Ондай бойтуға болмайды деп, не ертөстікке сенбеді, толағайға сенбеді, батырлар жырына сенбеді, Қобыландының семсеріне сенбеді, Алпамыстың атына сенбеді, Күлбаршынмен үйленгеніне сенбеді. Не қылдық біз балаларды? Жақсы қылдық па содан? Жоқ, қайта сол бабалардың жырымен өскен, даналардың сөзін менен қанып өскен балалар қандай дана еді. Сондықтан да балаларға айтатын нәрсе бар, үйрететін нәрсе бар. Біздің сол бабаларымыздың жолы үйреткен тәрбиесі біз үшін аса маңызды. Соған келуіміз керек, соны ұстап қалуымыз керек қазіргі жаһан дүниеде. Кейбір мәселелерді енді заманына сыймауы мүмкін, бірақ кішкентай балаларды ертекпенен, сондай жырларменен, үмітпенен, бұл мотивация, балаға серпін. Мен ол туралы Жібек жол телеарнасында жүргізіп жүрген бағдарламамда батырлар жырының пайдасы менен қазақ даналығы деген бір жарты сағаттық бағдарлама арнағам. Бәрін жеке талдап бергем, не нәрсеге алып келеді, не нәрсеге. Өзім 30 күн оразада аузым кеуіп, ісіп, бүйрегім ауырып, мазам кетіп жүрсе де, сол кезде айтып, дайындалып, соны әбден алдарыңызға шығарғам. YouTube'да тұр көріңіздер. Күйеуім намаз оқитын еді. Жұмысқа кірді, намаз оқымай тастады. Қайтадан баста десем бұйырса дейді де қояды. Бастайтын түрі жоқ. Қалай бастатсам болады дейді. Сіз өзіңіз оқыңыз. Асыл, сіз өзіңіз оқыңыз. Көп намазда сұраңыз. Алладан сұраңыз. Намазда Құдайым, мына балаларымның болашағын жақсы қыл. Жақсы келін бер. Тәрбиелі қызым, тәрбиелі жерге келін болсын деп сұра. Құдай осы балаларымның әкесі аман болсын, рызығы адал болсын, дені сау болсын. Қазақтың енді қазір ең үлкен тілектерінен біреуі ғой, досқа күлкі, дұшпанға таба қыл.